Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет асты бөлісетін боламын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің етімізге дәмдеуіштер керек болады, және де тұз. Сарымсақты қырғыштың көмегімен ұсақтап өткізетін боламыз. Жақсылап осылайша араластырамыз. Біздің етіміз дайын болды. Енді біз етімізді осылайша домалақтап шығамыз. Етімізді осылай домалақтап дайындап алдық. Енді біз қамыр жасайтын боламыз. Бізге осындай 1 стакан жылы су және де тұз, 1 жұмыртқа керек болады. Маргариннің жартысын қосамыз. Осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Оны араластырамыз. Және де лопатканың көмегімен осылай қамыр жасайтын боламыз. Қамыр жасап алды. Қамырымыз жұмсақ немесе қатты емес, жұмсақ көлемде болу керек. Бетін жауып тұндырып қоямыз. Майымызды ыдысқа құйып, қыздырып және де еттерімізді пісіріп аламыз. Осылайша етімізді салып, осылайша біздің етіміз дайын болды. Енді біз қамырымызды 3-ке бөлетін боламыз. Ұнымызды шашып, қамырымызды жаямыз. Осындай кальцо керек болады. Бізге кальцоның көмегімен қамырымызды осылай жасап аламыз. Енді етімізді салатын боламыз. Және де мен алдын ала турап қойдым. Қызыл бұрыш, көк бұрыш, пиязымызды осындай үлкендеу қылып турап алатын боламыз. Осылай салатын боламыз. Енді паприка шаштым. Екінші зуаламызды бетіне осылай жабыстырып шығамыз. Осылай жан-жағын қыстырып шығамыз. Оқтаудың көмегімен керек емес жерлерін осылай қамырды алып тастаймыз.
Енді біз кальцияны алатын боламыз. Bir жұмыртқаны бетіне жақсылап жағып шығамыз. Менде күн жұт болған жоқ, сол себептен мен мақ шаштым. Бетіне безендіру өзіңіздің қолыңызда және де жан-жанына мақты жағып шықтым. Осылайша әдемі болып шықты. Енді біз 30 минутқа духовкаға салатын боламыз. Бізде пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, әдемі болып шықты. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.